істеп жатсың? Физикаға дайындалып, өзің? Жай жүрген ғой. Бірдана естідім де, физика апай зачетқа ақшамен баға қойып жатыр екен. Не? Ой, болмайды ғой. Өз біліммен алған жөн сияқты. Қойшы, ертең диплом алған соң жұмыстан барлығын үйреніп аламыз. Сол жұмысты үйрену үшін де бір нәрсенің керек екенін, бір білімнің керек екенін білемісің? Қойшы, кеттім мен. Сен осы біліміңмен бір жерге өтем деп тұрсың ба? Әрине, мен өз біліміме, өз күшіме сенемін. Ал көрейік онда. Құрбым, ойлаңызшы, 2 күн уақытың бар. Әлде кешеңіз. Рахмет. Қалайсың? Өткендегі ойыңнан арылдың ба? 2-3 байқаймын, 2-3 күннен бері бір кітап қолыңа алған жоқсың. Сол қыздардың артынан еріп, жаман ойға салынып жүрме. Тыныш, ақырын сөйле. Ешкім естіп қоймасын. Сен айт, өзің білерсің. Апай, маған қойып беріңіз. Қойып берейін. Жақсы жауап беріп отырсың. Жазып берейін. Рахмет. Қыздар, жігіттер, биыл бітіреміз. Курстан курсқа да аман есен өттік, баршаңызды құттықтаймын. Осы өмірде мені мазалайтын бір сұрақ бар. Қандай? Білімі күшті мыңды жығар, білегі күшті бірді жығар дейді ғой. Осы өмірде білім қымбат па екен, ақша қымбат па? Білім. Десеңдер несінен ойларымен келіспеймін. Себебі қазіргі заманда барлығын ақша шешеді. Болды, жетермеді. Бұдан артық сенің осындай шыларың сақтап жүре алмаймын. Не болып қалды? Кешіріңдер. Не болды? Білесіңдер, жол басталғаннан бері мен меруертпен доспын, меруертпен кәдімгідей құрбым. Енді бұдан кейін онымен дос та құрбы да бола алмаймын. Жайма, не болып қалды жас достарым? Жыл сайын ол емтихандардан, зачеткалардың бәрінен ол ақша беріп өте алады. Енді осыға дейін сақтадым, осылай үндеген жоқпын. Ренжіме енді. Соңғы нелері артық болып кетті. Кешірім сұрайық. Ренжімеңді. Жүріп бас па? Достар, колледже инспектор бар емес пе? Жағдайын бәріміз қабыл алуымыз керек. Оны біз тоқтатпасақ кім тоқтатады басқа? Онда жастар болғанда ғой. Бәріміз жастардың қолынан. Бәріміз шешім.